İslam dini керемет дін ғой негізі. Қараңыз, бізге Алла Тағала солай жасап тастағанда, әр нәрсені бірін-бірімен байланыстырып тастаған ғой. Қараңыз, бір білімді кісіге, бір жігіттерге айтады, осы білімге қалай қол жеткізіңіз дейді да. Қалай білімді болдыңыз деп жатыр ғой. Сонда ана кісі айтады, білімге тақуалықпен жетесің дейді. Ал тақуалыққа қалай қол жеткіземіз де? Тақуалыққа біліммен қол жеткізесің. Бұлайша айтқан кезде білімсіз адам тақуа бола алмайды. Және тақуа емес адам білімді бола алмайды. Екеуін бір-біріне байлап тастағанда түсінді ғой. Имам Шафии айтады ғой, анау зам-зам ішеді ғой. Сол кезде айтады, кішкентай кезінде зам-зам суын ішкен кезде да дуа қайтарылмайды дегенді. Ішкен кезінде айтқан, я Алла мені білімділерден қылшы деп ішкенде ол кісі. Қартайған шағында айтады, егер де мен сол дуамның қабыл болатынын білгенде еді, мен білімді қыл деп емес, тақуа қылшы деп сұрар едім. Ол кісілер тақуа болмаған ба? Ол кісілер тақуа болған. Шын тақуалар ешқашан өзін тақуамын деп айтпайды. Олар өзін төмен ұстай береді да. Ислам бізге соны үйретеді. Екіншісі, мысалды қараңыз, жүрек пен көзді байланыстырады. Айтады, жүрек дейді да, бұл не дейді анау, күнәларды төгу үшін жүректен, көзден жас шығару керек дейді да. Аллаға тұрып жылау керек дейді. Мына көзден жас шықпай жүрек, анау жұмсармайды, қатайып тұрады дейді да. Енді көзімнен жас шықпай жатыр ғой, айтады, сен жүрегің жұмсармай, көзден жас шықпайды. Түсіндіре алдың ба? Көзден жас шықпай, жүрек жұмсармайды жігіттер дейді. Ал жүрек жұмсармай, көзден жас шықпайды. Ана қараңыз, бірінші мысал. Топырақ бұлақтың бетін жауып қалғанда, сіз ананы ашасыз қой, бір кезде бұлақ атқылайды. Дәл сол сияқты жүрегіңіз сіздің ашылған кезде, сіз намаздарыңызда жылай бастайсыз. Біз қазір намаздарымызда жылай алмаймыз. Неге? Біздердің жүректеріміз қатып қалған. Намазда тұрамыз, ойымыз басқа дүниеде тұрады. Екіншісі ше, мынау шарылдап аққан су ешқашан тасты жармайды. Тасты қандай су жарады? Тамшы. Тамшы бар ғой, тасты жарады. Соны айтады, сен көзіңнен жас шыға берсін. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Жылаңдар дейді. Жылаңдар. Ал егер жылай алмасаңдар ше, онда өздеріңді жылатыңдар дейді. Неге мен намазымда жылай алмаймын? Неге мен Құран оқыған кезде жылай алмаймын мен? Неге мен Алла Тағаланы ойлаған кезде ақыретті ойлап, неге мен жылай алмаймын? Өздерің жылатыңдар дейді. Неге? Өйткені сенің көзіңнен жас шығады. Сол жастар сенің жүрегіңді ашады дейді. Жүректен тамшы тасты жарғанындай. Біздің де жігіттер жүр да, мен бұл не үшін айтып жатырмын ағалар? Біз жүрміз, иманым әлсіз деп та. Мейлі, иманың әлсіз ал. Сен грипповать еттің деп жүре бермейсің ғой, дәрі ішесің ғой. Соған қарсы дәрі ішіп жатып қой. Енді иманың әлсіреп жатыр. Не істеу керек енді? Айта бергеннен, зарлай бергеннен иманың өсе ма? Иманды құртатын 3 жол бар. Көз, тіл, құлақ. Өсек тыңдау, өсек айту, харамға қарау. 3 жол бар да, 3 жол бар иманды әлсірететін. Біз 3-ін жапқымыз келмейді да, иманым әлсіреп отыр деп зарлаймыз да жүреміз да. Сіздің иманыңыз еш уақытта күшеймейді. Сол не әлсіретіп жатыр? Сонымен күреспейінше. Құрметті бауырлар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Авторлық роликтерімізбен қатар еліміздің белді уағызшылары Ерлан Ақатаев, Жарқын Мырзатай, Абдуғаппар Сманов, Хафизулла және тағы басқа ағаларымыздың үздік уағыздары шығып тұратын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.